2021 жылдың «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясына орай тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап атауымен келесі кітап топтамасын ұсынамыз. Қазақ балалар әдебиетінің айтулы өкілі, белгілі жазушы Бердібек Соқпақбаев. Шығармаларының бұл томына қаламгердің атақты жекпе-жек хикаяты еніп отыр. Бала жанының білгірі, сезімтал автор, аса зор шеберлік пен жас жеткіншектердің көңіл күйін, жан дүниесін шебер суреттей білген. Жиһангез Тити. Марат Қабанбаевтың жаңа жинағына оның соңғы жылдары жазған повестері мен әңгімелері еніп отыр. Бұл шығармалардың барлығы да балалар өмірінен алып жазылған. Жас автор кішкентай замандастарының тыныс тіршілігін қанық бояулар мен әдемі суреттей біледі. Кітаптың беташары ретінде берілген «Пысық болдым мінеки» повесі Жалынның 1980 жылғы дәстүрлі бәйгесінде жүлделі бірінші сыйлыққа ие болды.